бұл сарға деген сарқұм. Жігіті тұлпар баптаған, үмітін көптің ақтаған, қыздары сұлу ибалы, дәстүрмен салтын сақтаған. Сарғада жүрген ақ жүрек ағайындармен мақтанам. Тереңге жайған тамырын, оқтырған ауыл қадірін, далаңның әрбір тасынан бабамның сездім сарнын. Жақсымен жайсаң жиылған, бұл сарға деген сарқұм. 1973 жылдың 26 қарашасында Қазақ СССР Советі Президиумының жарлығымен Сам кеңшары құрылған болатын. Таңдап алынған жер аудан орталығы Бейнеуден 17 километр солтүстік батысында. Болтың жердің атауы Сарға. Сарға жерінде алғаш құрылыс жұмыстары 1974 жылы наурыз айында басталған. Қарсалар құшақ жайып бауырымдер, жүректе лапылдаған жалның көр. Мейірлі әрбір жаны мөлдір әлем, сыр тұнған сырға сынды ауылым бар. 1981 жылы 11 қыркүйекте Мәдениет үйі пайдалануға берілді. Мәдениет үйі арнайы жобамен салынған аудандағы 3-ші мәдениет үйінің бірі. 1975 жылы алғашқы ауылдық кітапхана ашылды. Кешегі қысқарту кезінде мектеппен бірігіп жұмыс жасады. 2001 жылдан ауылдық кітапхана болып, арнайы штатпен жұмыс жасап тұр. 19 мыңға жуық кітап қоры бар. Почта 1974 жылдың мамыр айынан бастап қазірде жұмыс жасап келе жатыр. 1983 жылы жылу қазандығы табиғи газге қосылды. Облыс көлеміндегі көгілдір отынның рахатын көрген бірінші ауылымыз. Сарайын мәдениет айта берем, сахнам сарыарқадай байтақ әлем. Біздерде бейші күйші өнерпаз бар, бал көмей бұлбұл үнді айтады өлең. Кең залды кітапханам, мектебім бар, келе жүр, жолың түссе өткеніңдер. Көк жасыл көркем абат көшелерім, береке берік қоған оттағындар. Мінекей бар жаңалық кенелгенің, белгілі маңдай бұрып елеңдерің. Ағаштан түйін түйер қас өнерлі көрегет біздің ауыл шеберлерін. Қазіргі Жангелдин атындағы орта мектебіміз 1974 жылы тамыз айында Бейнеу 8 жылдық мектебі деген атпен алғашқы шәкірттерін қабылдады. Араға 3 жыл салып, 1977 жылдан орта мектеп жобасымен салынған 320 балалық ғимараты пайдалануға берілді. Мектеп тарихына аттарын алтын әріппен жазуға тұрарлық 12 ұстаз, алғашқы мектеп директоры Жалғас Сағындықов, алғаш оқу ісі меңгерушісі Қожабай Қибасов, алғашқы мұғалімдер Жұмағали Тастеміров, Ұштап Тілеубергенова, Тастан Алагөзов, Әмина Елесінова, Нұрила Құлманова, Тәжі Нұрпейісова, Қымбат Нұрғалиева, Әбдірайым Ақшабаев, Жексенбі Сағындықов, Байнияз Таңатаровтар сол жылдың 1 қыркүйегінде алюминий сым байлаған жұқа қаңылтырдан жасалған қоңыраумен алғашқы түлектерді мектепке қабылдады. Мектептің 3 мүшел жасындағы тарихына зерделей үңілсек, білім шаңырағының сатылай өскенін байқауға болады. Аудандық, облыстық деңгейде мектеп дәрежесінің өсуі ұжымға деген сенімділікті қалыптастырды. Сол себепті де кезінде аудандық білім беру тарапынан сенім мектеп атауына ие болды. Бұл көп жылғы ұстаз еңбегі мен зейнетінің бағасы болса керек. Талай шәкірттердің азаматтық биікке шығуына өлшеусіз еңбек еткен. Бүгінде арамызда жоқ ұстаздарымыз мектеп директоры Сағындықов Жалғас, Қибасов Қожабай, Шолтанов Есенбай, Қожабаев Тағаберді, Құлманова Нұрила, Зинатулина Дайра, Тастеміров Жұмағали, Қараев Кәрім, Төлегенов Есболай, Қадіров Сатыбалды ағайларды сағынышпен еске аламыз. Даңқ орденінің толық иегері Бейсенбай Ауданбаев, Еңбек Қызыл Ту орденімен Бегейбай Жетпісов, Жұбаныш Бексейітов, құрмет белгісімен Далабаев Таңатар, Аманшаев Ералы,
Қоңыров Құдайберген, Бөлеубаев Әнебай. Еңбек даңқы орденінің 3-ші дәрежесімен Жұбаев Жәмек, Қожанов Өтебай марапатталды. Төлеев Қалмырза жылқышы болды. Кеңшарда алғашқы директор Ғылымов Қуаныш. Ауданбай Тұмаш Әбиболлаұлы 1979 жылдың 23 қарашасынан 1987 жылдың қыркүйек айына дейін Бейнеу ауданы Сам совхозының директор қызметін атқарды. Осы жылдар аралығында Сам совхозы толағай табыстарға қол жеткізді. Селоның ерекше өркендеуіне ерекше үлес қосқан, газдандыру, суландыру жұмыстарын жүргізген, қораларды ауыл арасынан шығаруға мұрындық болған, яғни Сарға ауылының облыс көлеміне таныта білген Ауданбаев Тұмаш 1981 жылы қараша айында республикада алғашқылардың бірі болып Сам совхозы көгілдір отынды пайдаланды. Сам совхозының орталығы Сарға ауылына толықтай су құбыры тартылып, орталықтан халық демалатын парк ашылды. Ауыл орталығындағы совхоздың кеңсесінің алдынан арнайы бақ жасақталып, онда жеміс ағашының бірнеше түрі егіліп, сол бақтың жайқалып тұруына бар ғұмырын арнаған Салықбайұлы Дүйсен ақсақал мен совхоз агрономы Сартаев Алмас басшылық жасады. Бұдан кейінгі жылдары Айдарханов Қондыбай, Насухаев Ыбырай кеңшар тарағанша адал қызмет атқарды. Нөмірі 1-ші ферма басшылары Бөлеубаев Әнебай, Төлеев Қонақбай. Нөмірі 2-ші ферманың басшылары Сансызбаев Аңшыбай, Бітімов Жексенбай және Төленов Мықтыбай. 3-ші ферманың басшылары Тұрғанбаев Құрманбай, Сынабаев Смағзам. Бұл азаматтар халыққа қызмет атқара жүріп, еліміздің мал шаруашылығының өркендеуіне елеулі үлес қосты. Бас зоотехниктер Тұрғаналиев Қараман, Айдарханов Қондыбай, бас экономистер Нұрымбетов Мәтжан, Оспан Сәдір, бас есепшілер Жұбаев Сағынғали, Оңғалиев Күшікбай серіктес кезінде Шамшадинов Асқарбектер болды. Бас инженерлер Сембіғалиев Рахим. 1974 жылы ақпан айының 18 күні Жангелдин ауылдық кеңесі құрылған еді. Төрағалары болып 1974-77 жылдары Есбергенов Қадыр, 1977-88 жылдары Борин Кенжеғали, 1988-94 жылдары Әжібаев Айтжан жолдастар жасады. Ауыл әкімдері болып 1994-2000 жылдары Жаңбыров Сұлтан, 2000-2008 жылдары Ізбасаров Айберген, 2008-2021 жылдары Болысов Марат, 2021 жылдан Емілов Тұрлан жұмыс жасап келеді. Сарға ауылы облыста 2002 жылы халық саны 3000 адамға дейінгі елді мекендер арасында үздік ауыл аталғаны бәрімізге белгілі. 2017 жылы облыс бойынша 3-ші орын алып 3 миллион теңгенің сертификатына ие болып, ауыл үшін спорттық алаң іске қосылды. Техника қауіпсіздігін сақтау инженері Дүйсенов Рысбай. Қоғамдағы ерен еңбегі үшін Шатабаева Ажар облыстық кеңесінің депутаты болып сайланды. Жұмысшылар комитетінің төрағалары Ақшабаев Шопан, Қаналиев Абдолла, Сағындықов Жалғас елеулі дәрежеде еңбек сіңірді. Мал азығы үшін ауыл сыртынан арнайы егіс алқабы дайындалып, изен, сексеуіл, қара бидай егіліп, 150 тонна өнім алынды. 1975 жылы ауылымызда фельдшерлік, акушерлік пункт ашылып, халық денсаулығы үшін адал қызмет еткен медицина саласының ардагерлері Қабдолова Зәуремен, Бержанова Мария бастаған ақ халатты абзал жандардың еңбектері ерен. Ауыл құрылысы 8 жылдық мектеп салудан басталды. Мектептің алғашқы іргетасын қалап, бастаушы Қалдыбаев Саламат ақсақал. Ауылдың сыртында тұрғындар үшін қауын қарбыз егіліп, Шәудірбаев Құрмаш ақсақал бағбан болып халыққа қызмет етті. Ауылым өлшеміндей тереңдіктің, кеңдіктің бейнесіндей кемелдіктің, өрістеп төрттілік мал төскейінде зейнетін көріп жатыр ереңбектің. Күн сайын ерен еңбек отымаздап, қой қоздап, тайы тулап бота боздап,
тоқтамас кәсіпкерлік қарқын алып, тереңдеп, тонда тігіп, мата бөздап. Жаралған аппағарай армандардан, әрісі көрнеді заңғарлардан. Байқаудың облыстық жүлдегері, емдеуші, ақ халатты, абзал жандар. Жер барма сенен асатын, ырысы шалқып тасатын, бораған шаңын ақ түтек, сылбыры ғана басатын. Жауыннан соңғы сарғаның, жұпарай көңіл ашатын. Өмірдің ашып есігін, тербелген сенсің бесігім. Бақытты шақтар сендекен, есіме алсам осы күн. Өсіңдер өніп сарғаның, жүрекке жазып есімін.